Сәлеметсіздер, мен құрметті көрермен, сіздермен бірге Кымшат, мен Айкым әңгіме каналына қош келдіңіздер, және де бұл жаңа авторлық әңгіме. Осы мектепке қайта келемін деп ешқашан ойламаппын. 1987 жыл. Алматы облысы Кеген ауданы Қарабұлақ ауылы. Күздің басы. Ауыл іші сары жапыраққа толып кеткен кез. Таңертең сиыр айдаған балалардың даусы. Алыстан үрген ит, пештің түтіні. Бәрі баяғыдай. 50-ге жақындаған Ержан автобус терезесінен сыртқа қарап үнсіз отырды. Ол осы ауылдан мектеп бітіріп кеткеніне 20 жылдан асыпты. Содан бері қалада тұрып үлкен қызмет істеді. Бірақ жүрегі ауылды ұмытпады. Кеше оған күтпеген хат келді. Мектебімізге 30 жылдық кездесу өтеді, міндетті түрде келіңіз. Хатты оқығанда жүрегі біртүрлі болған. Себебі бұл мектепте оның өмір бойы ұмыта алмаған бір сыры қалған еді. Ол сырды ауылда ешкім білмейтін, тіпті әйелі де. Автобус мектептің алдына тоқтағанда, Ержанның көзі бірден ескі теректерге түсті. Сол сәтте жүрегі шым ете қалды. Өйткені осы ағаштың түбінде ол соңғы рет бір адамға уәде берген еді. Ержан автобусынан түсіп мектеп жаққа баяу жүрді. Бұрынғы ағаш қақпа жоқ, оның орнына темір қоршау қойылған. Бірақ мектептің өзі өзгермепті. Сол 2 қабатты ғимарат, сол терезелер, сол спорт алаңы. Тіпті мектеп алдындағы үлкен қоңырау тұрған бағанада орнында. Ержан көзін жұмып еді. Бір сәтте өзім қайтадан 17 жастағы бозбаладай сезінді. Ол кезде ауыл мектебінде бәрі басқаша еді. Балалар мектепке жаяу баратын. Қыста киіз қолғап, етік құлақшын киетін. Сабақ арасында буы бұрқыраған шай мен тоқаш сатылатын. Ал Ержан сол кезде мектептегі ең тыныш балалардың бірі еді. Бірақ оның жүрегінде ешкім білмейтін үлкен құпия болды. Ол сыныптағы Гүлмираны ұнататын. Бірақ ешқашан айта алмады. Себебі Гүлмира ауылдағы ең үздік оқушы болатын. Гүлмираны бүкіл мектеп танитын. Ұзын, қара бұрымы бар, сабақты жақсы оқитын, ән айтса ауданнан жүлде алып келетін қыз еді. Мұғалімдер де оны ерекше жақсы көретін. Ал Ержан ше, ол қарапайым отбасының баласы болатын. Әкесі Қанат өмір бойы қой бақты. Анасы Күләш сауыншы болды. Үйде 4 бала. Ержан сабақтан кейін мал қарайды, қора тазалайды, қысқа отын жарады. Сол үшін шығар, ол өзін Гүлмираға лайық емеспін деп ойлайтын. Бірақ тағдыр кейде күтпеген жерден жақындастырады екен. Бір күні әдебиет пәнінің мұғалімі: Ержан мен Гүлмира аудандық сайысқа бірге барады деді. Ержан не қуануын, не қорқуын білмеді. Өйткені бұл оның Гүлмирамен алғаш рет ұзақ уақыт бірге болатын күн еді. Ал дәл сол сапардан кейін оның өмірінде ешқашан ұмытылмайтын бір оқиға болды. Аудан орталығына баратын автобус таңғы 5-те жүретін. Қарабұлақ ауылының балалары қараңғыда жиналды. Аяз бет қарып тұр. Гүлмира анасымен келіпті. Қолында кішкентай сөмкесі бар. Ержан алыстан ғана қарап тұрды. Сол кезде Гүлмира өзі келіп: Ержан, мына жерге отыршы деді. Автобустағы орынның қасына шақырды. Ержанның жүрегі аттай тулап кетті. Жол бойы алғаш рет екеуі ұзақ сөйлесті. Мектеп туралы, арман туралы, болашақ туралы. Сол кезде Гүлмира аяқ астынан: мен мектеп бітірген соң Алматыға кеткім келеді деді. Ержан үндемей қалды. Неге екенін өзі де түсінбеді. Іші біртүрлі босап қалғандай болды. Өйткені дәл сол сәтте ол алғаш рет бір нәрсені анық түсінді. Ол Гүлмираны жай ғана ұнатпайтын еді. Сайыс аяқталған күні балалар ауылға кеш қайтты. Автобус бұзылып, жолда ұзақ тұрып қалды. Кеш қараңғысы түсіп кеткен. Ауылға жеткенде бәрі үйлеріне асықты. Ал Ержан мен Гүлмира мектеп жанындағы жолмен бірге қайтты. Күзгі түн тынық еді. Алыстан иттердің үрген дауысы естіледі. Гүлмира кенет тоқтады. Ержан, сен біртүрлісің. Қалай, үнемі үндемейсің? Ержан күліп жіберді. Білмеймін, біраз үнсіздік болды. Сосын Гүлмира жай ғана: сен жақсы адамсың деді. Осы бір ауыз сөз Ержанның есінде өмір бойы қалды.
Бірақ дәл сол түні ауылда күтпеген хабар тарады. Ертеңіне бүкіл мектеп соны айтып жүрді. Ертеңіне мектепке келгенде балалар у-шу болып жүр екен. Естідің бе? Рас па? Шын ба? Ержан ештеңе түсінбей қалды. Сөйтсе, ауданнан хабар келіпті. Гүлмираның әкесіне Алматыдан жұмыс ұсынылған. Отбасы көшуі мүмкін екен. Осыны естігенде Ержанның жүрегі бір түрлі қысылып кетті. Сабақ бойы тақтаға қараса да ештеңе көрмеді. Үзілісте мектеп ауласына шыққанда алыстан Гүлмираны көрді. Бірақ сол күні алғаш рет оған жақындай алмады. Өйткені кей сөздерді айтуға батылдық жетпейді екен. Ал уақыт ешкімді күтпейді. Сол күннен кейін Ержанның көңілі құлазып кетті. Сабақта отырса да ойы Гүлмирада болды. Кешке үйіне келген соң, қорадағы малға шөп салды, су тасыды, бірақ бәрін үнсіз істеді. Анасы Күләш оның түрін байқап, «Балам, бір жерің ауырып жүр ме?» деді. Ержан басын шайқады. «Жоқ, апа. Бірақ ана жүрегі бәрін сезеді ғой». Күләш баласының қасына отырып, «Адамның ішінде айтылмаған сөз көп жиналса, жүрек ауырады» деді. Ержан үндемеді. Ол Гүлмираға сезімін айтқысы келді. Бірақ ауыл баласының ұяңдығы жібермеді. Оның үстіне Гүлмира Алматыға кетсе, бәрі бітетіндей көрінді. Сол түні Ержан алғаш рет хат жазды. Бірақ хатты беруге батылы жетпеді. Хат қарапайым еді. «Гүлмира, сен кетсең мектеп босап қалатындай. Мен саған көптен бері бір сөз айтқым келіп жүр» деп басталды. Ержан оны дәптерінің арасына салып қойды. «Ертең беремін» деді. Бірақ ертеңге бере алмады. Бір апта өтті. Гүлмира болса бұрынғыдай сабағын оқып, мектеп өміріне араласып жүрді. Бір күні сынып жетекшісі Райхан апай балаларды жинап, «Балалар, бұл соңғы жылдарың. Бір-бірінді ренжітпеңдер. Кейін осы күндерді сағынасыңдар» деді. Осы сөз Ержанның жүрегіне қадалды. Сабақтан соң Гүлмира дәлізде жалғыз тұр екен. Ержан жақындады. Қолында хат. «Гүлмира, мен саған...» Дәл сол кезде мектеп директоры шақырып қалды. Айтылмаған сөз тағы да айтылмай қалды. Мектеп директоры Сағындық ағай қатал адам болатын, бірақ жүрегі жұмсақ еді. Ол Ержанды кабинетіне шақырып, «Балам, сенің математикаң жақсы, ауылда қалып қойма, оқуға тапсыр» деді. Ержан төмен қарады. «Үйде жағдай қиын, ағай. Әкем жалғыз, інілерім кішкентай». Сағындық ағай терең күрсінді. «Біз де сондай ауылдан шықтық. Бірақ білім адамның жолын ашады. Сен өзіңді аяма, балам». Кабинеттен шыққанда Ержан дәлізде Гүлмираның тұрғанын көрді. Ол бәрін естіген сияқты. «Сен оқуға түсуің керек», деді Гүлмира. «Ал сен ше?» «Мен де». «Алматыға ма?» Гүлмира басын изеді. Сол сәтте Ержан бір нәрсені түсінді. Егер ол үндемей қала берсе, өмір бойы өкінетін болады. Көктем жақындаған сайын мектеп іші ерекше күйге түсті. Соңғы қоңырауға дайындық басталды. Қыздар ақ бантик іздеп, ұлдар костюмдерін тізеп жүрді. Мұғалімдер емтихан туралы айтып, балаларды жинап ақыл беретін. Ержан мен Гүлмира бұрынғыдан жиі сөйлесетін болды. Бірақ екеуінің арасында айтылмаған бір сөз тұратын. Бір күні мектеп ауласында ескі теректің түбінде Гүлмира. «Ержан, сен хат жазасың ба?» деп сұрады. Ержан шошып кетті. «Неге?» «Сенің дәптерінің арасынан бір қағаз көріп қалдым, бірақ оқыған жоқпын». Ержан қызарып кетті. «Ол жай нәрсе». Гүлмира күлімсіреді. «Жай нәрсе болса, неге жасырасың?» Ержан үндей алмады. Сол кезде ауылдың үстінен көктемгі жел есіп өтті. Кейде адамның тағдырын бір ғана үнсіздік өзгертіп жібереді екен. Соңғы қоңырау күні бүкіл ауыл мектепке жиналды. Аналар ақ орамал тағып, әкелер костюм киіп келді. Мектеп ауласында баян тартылып, балалар ән айтты. Гүлмира сахнаға шығып, «Ауыл мектебім» деген әнді орындады. Даусы сондай мұңды шықты. Ержан оны тыңдап тұрып көзін төмен түсірді. Өйткені ол әнмен бірге балалық шағыда аяқталып бара жатқанын сезді. Салтанат біткен соң бәрі суретке түсті. Ержан Гүлмираның қасына тұрды.
бірақ ештеңе айта алмады. Кешке қарай балалар мектепте қоштасу кешін өткізді. Сол кеште Гүлмира Ержанға жақындап, «Сен маған бірдеңе айтқың келген сияқты едің ғой», деді. Ержан қалтасындағы хатты қысып ұстады. «Иә, бірақ қазір емес». Гүлмираның көзі мұңайып кетті. Емтихандар басталды. Балалар бір-бірінен кітап сұрап, дәптер ақтарып, мектеп дәлізінде сыбырласып жүрді. Сол жылдары емтихан деген үлкен жауапкершілік еді. Ата-ана да, мұғалім де баланың болашағына алаңдайтын. Ержан барлық емтиханын жақсы тапсырды. Гүлмира да үздік шықты. Бірақ қуаныш ұзаққа созылмады. Бір күні Гүлмираның отбасы шынымен Алматыға көшетін болды. Әкесі зауытқа жұмысқа шақырылыпты. Бұл хабар ауылға тез тарады. Ержан кешке дейін мектеп жанында жүрді. Ақыры Гүлмира үйінен шыққанда оның алдына барды. «Қашан кетесіңдер?» «Ертең таңертең». Ержанның тамағына бір нәрсе тығылғандай болды. «Мен саған хат жазғанмын». Гүлмира үнсіз қарады. «Бересің бе?» Ержан қалтасын қараса, хат жоқ еді. Ержан абдырап қалды. Хатты қайда түсіріп алғанын білмеді. Мектепте ме, үйде ме, жолда ма? Ол түні бойы іздеді. Дәптерін ақтарды, сөмкесін қақты, қораға дейін қарады. Бірақ хат табылмады. Таң атқанда Гүлмираның үйінің алдына барды. Көшеде жүк тиелген машина тұр. Анасы ыдыс аяқ жинап жүр. Әкесі жүргізушімен сөйлесіп тұр. Гүлмира сыртқа шықты. Қолында кішкентай чемодан. Ержан үндемей қалды. «Хат табылмады ма?» деді Гүлмира. Ержан басын изеді. Жоқ. Гүлмира сәл күлімсіреді, бірақ көзінде жастырды. «Ендеше өзің айт». Ержанның жүрегі дүрсілдеп кетті. Бірақ сол сәтте машина сигналы естілді. Гүлмира асықты. «Ержан, сен жақсы адамсың, осыны ұмытпа». Ол кетіп қалды. Гүлмира кеткеннен кейін мектеп бұрынғыдай болмай қалды. Дәлізде, сыныпта, терек түбіде бос көрінді. Ержан күнде сабаққа келіп жүргенде мектепке баратын. Бірақ енді ол жерде оқушы емес еді. Жазда ол Алматыға оқуға құжат тапсырмақ болды. Бірақ әкесі ауырып қалды. Үйдің бар жұмысы Ержанға түсті. Анасы: «Балам, биыл бара алмасаң, келесі жылы барарсың», деді. Бірақ ауыл тіршілігі адамды бір жыл емес, көп жылға байлап қояды екен. Ержан ауылда қалып қойды. Әскерге барып келді. Кейін аудан орталығына жұмысқа тұрды. Үйленді, балалы болды. Өмір жалғаса берді. Бірақ жүрегінің бір түкпірінде сол айтылмаған сөз қалды. Ал жоғалған хат туралы ол ешқашан ешкімге айтпады. Арада 20 жыл өтті. Ержан қалада қызмет істеп жүргенде мектептің 30 жылдық кездесуіне шақыру алды. Сол хатты көргенде қолы дірілдеп кетті. Қарабұлақ мектебі оның жастығын, арманын, алғашқы махаббатын сақтап қалғандай еді. Кездесу күні мектепке бұрынғы түлектер жиналды. Бірі семірген, бірі ағарған, бірі немере сүйген. Бәрі бір-бірін құшақтап, күліп, өткен күндерді еске алды. Сынып жетекшісі Райхан апай да келіпті. Шашы ағарған, бірақ даусы сол баяғыдай жылы. «Балаларым, бәрін келдіңдер ме?» деді ол. Ержан жан-жағына қарады. Гүлмира көрінбеді. Жүрегі тағы да босап қалды. Сол кезде Райхан апай оның жанына келіп: «Ержан, сен бір адамды іздеп тұрсың ғой», деді. Ержан үндемеді. Райхан апай Ержанды мұғалімдер бөлмесіне шақырды. Ескі шкафтар әлі тұр екен. Қабырғада сарғайған суреттер ілулі. Бір бұрышта баяғы сынып журналы сақпалған. «Сендер кеткен жылы мектепті жөндегенбіз», деді апай. «Я?» Сол кезде бір партадан хат табылды. Ержанның жүрегі тоқтап қалғандай болды. «Қандай хат?» Райхан апай сөмкесінен сарғайған қағаз шығарды. «Мынау сенің жазуың емес пе?» Ержан қағазды көргенде көзі жасаурап кетті. Бұл сол жоғалған хат еді. 20 жыл бойы жоғалды деп ойлаған хаты мектеп партасының ішінде қалып қойған екен. «Неге маған бермедіңіз?» деді Ержан. Райхан апай күрсінді. «О кезде кеш еді, балам. Гүлмира көшіп кеткен болатын. Ал мен сенің жараңды қайта ашқым келмеді». Ержан хатты қолына алып ұзақ қарап отырды.
Жазуы балаң, сөзі қарапайым, бірақ әр жолында сол кездегі таза сезім тұр. Гүлмира, сен кетсең, мен сені ұмытпаймын. Сен жақсы оқисың, үлкен адам боласың. Мен саған лайық болғым келеді. Ержан оқи алмай тоқтап қалды. Райхан апай оның иығына қолын қойды. Балам, өмірде кей сөздер айтылмай қалса да жоғалмайды. Олар адамның жүрегінде жүреді. Гүлмира келмей ме? Апай біраз үнсіз қалды. Ол келуі керек еді, бірақ соңғы сәтте келе алмады. Неге? Алматыда тұрады екен, мұғалім болыпты. Күйеуі қайтыс болғанына бірнеше жыл болыпты. Бір қызы бар дейді. Ержан терезеге қарады. Сыртта мектеп ауласы. Сол баяғы терек. Өмір адамды айналдырып, қайтадан сол жерге әкеледі екен. Кездесу кеші басталды. Бәрі акт залына жиналды. Біреулер өлең оқыды, біреулер ескі күндерді айтып күлдірді. Бірақ Ержанның ойы басқа жақта болды. Кенет есік ашылды. Зал іші бір сәт тынышталып қалғандай болды. Есіктен Гүлмира кірді. Шашына ақ түскен, бірақ жүзі сол баяғыдай жылы. Қарапайым ғана көйлек киген, қолында гүл бар. Ержан орнынан қалай тұрғанын өзі де білмеді. Гүлмира оны бірден таныды. Екеуі ұзақ қарасып қалды. 20 жылдық үнсіздік сол көз қарастың ішінде тұрды. Райхан апай күлімсіреп: «Міне, енді сынып түгел болды», деді. Гүлмира Ержанның қасына келді. «Сәлем, Ержан». «Сәлем, Гүлмира». Екеуі де көп сөз айта алмады. Кейде адам өмір бойы күткен кездесуде де үндемей қалады екен. Кештен кейін бәрі мектеп ауласына шықты. Ауыл аспаны жылдызға толып тұр. Теректің жапырақтары сыбдырлайды. Ержан мен Гүлмира ескі ағаш түбіне келіп тоқтады. «Осы жер есіңде ме?» деді Ержан. Гүлмира күлімсіреді. «Қалай ұмытайын? Сен үнемі осы жерде тұратынсың». Ержан қалтасынан сарғайған хатты шығарды. Мынау саған жазылған хат еді. Бірақ сол кезде берілмей қалды. Гүлмира қағазды алды. Қолдары дірілдеп кетті. Ол хатты оқыды. Үнсіз оқыды. Соңына жеткенде көзінен жас тамды. «Мен күткен едім, Ержан», деді ол ақырын. «Нені?» «Сенің бір ауыз сөзіңді». Ержан басын төмен салды. «Батылым жетпеді». Гүлмира терең күрсінді. Жастық шақта батылдық жетпеген нәрсені кәрілікке жақындағанда жүрек кешіреді екен. Гүлмира өзінің өмірін қысқаша айтып берді. Алматыға көшкен соң педагогикалық институтқа түсіпті. Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі болған. Тұрмысқа шыққан, бірақ күйеуі ерте қайтыс болыпты. Жалғыз қызын өзі өсірген. «Ал сен ше?» деді ол. Ержан да жасырмады. Үйленгенін, балалары барын, әйелі жақсы адам екенін айтты. Гүлмира мұқият тыңдады. «Өмір әркімге өз жолын береді ғой», деді ол. «Иә, бірақ кейбір жолдар жүректе қалып қояды». Екеуі үнсіз қалды. Бұл кездесу махаббатты қайта бастау үшін емес еді. Бұл өткенді кешіру үшін, айтылмай қалған сөздің салмағын түсіру үшін болған кездесу еді. Сол түні Ержан алғаш рет жүрегіндегі ауырлықтың жеңілдегенін сезді. Ал Гүлмира хатты кеудесіне қысып: «Бұл мен үшін ең қымбат естелік», деді. Келесі күні түлектер мектеп мұражайын аралады. Ескі парталар, сия-сауыттар, қызыл галстук, комсомол билеттері, сарғайған суреттер қойылыпты. 80-ші жылдардың иісі сол бөлмеде сақталғанда еді. Гүлмира бір суреттің алдында тоқтады. Онда олардың сыныбы тұр. Ержан шетте, Гүлмира ортасында. Екеуі жас, арманға толы. «Біз сол кезде қандай таза едік», деді Гүлмира. «Иә, көп нәрсені түсінбеппіз. Сол кезде Райхан апай келіп: «Балалар, мектептің ұмытылған сыры осы хап қана емес», деді. Ержан мен Гүлмира таңырқап қарады. Апай шкафтан тағы бір дәптер шығарды. «Бұл сендердің сынып туралы менің жазбаларым. Әр оқушым туралы ойымды жазып жүретінмін.
Ол дәптерді ашып, Ержан туралы жазылған бетті көрсетті. Онда бұл бала үндемейді, бірақ жүрегі үлкен деп жазылыпты. Ержан сол сөзді оқығанда көзіне жас алды. Ол өзін бала кезінде ешкім түсінбеді деп ойлайтын. Бай отбасының баласы емес, киімі де қарапайым, сабақты жақсы оқыса да үнемі артта жүргендей сезінетін. Ал шын мәнінде Райхан апай бәрін байқапты. «Апай, сіз бізді осынша түсіндіңіз бе?» деді Ержан. «Мұғалім балаға тек әріп үйретпейді балам. Оның ішіндегі үнсіз мұңын да көреді». Гүлмира да өз парағын оқыды. Гүлмира ауылдан ұшатын құс, бірақ жүрегі ауылда қалады. Гүлмира жылап жіберді. «Рас екен, апай. Қай қалада жүрсем де түсіме осы мектеп кіретін». Райхан апай екеуіне қарап: «Сендер сияқты балалар үшін мұғалім болдық. Сендердің өмірлерің біздің еңбегіміздің жемісі» деді. Сол күні мектепте үлкен ас берілді. Ауылдың үлкендері келіп бата жасады. Бұрынғы оқушылар мұғалімдеріне шапан жапты. Домбыра тартылып, ескі әндер айтылды. Ержан мінберге шыққанда зал тынышталып қалды. «Құрметті ұстаздар, ауылдастар» деді ол. «Біз қалаға кетсек те, қызмет істесек те, бәріміз осы мектептен шықтық. Біздің мінезімізді, адамдығымызды, ұятымызды осы ауыл мектебі қалыптастырды». Ол бір сәт тоқтады. «Мен осы мектепте бір хатымды жоғалттым деп ойлағам. Бірақ бүгін түсіндім. Жоғалған хат емес, жоғалған жастығым екен. Ал оны қайта таптым». Залда отырғандар үнсіз тыңдады. Көпшіліктің көзіне жас келді. Гүлмира төмен қарап отырды. Райхан апай орамалмен көзін сүртті. Кей сөз жүрекке жетсе, ұзақ қошемет керек емес. Кездесу аяқталған соң жұрт тарай бастады. Бірі ауданға, бірі қалаға қайтты. Гүлмира да Алматыға жолға шығуы керек еді. Мектеп алдында Ержан екеуі тағы кездесті. «Хатты өзінде қалдырсам бола ма?» деді Гүлмира. «Ол сенікі еді ғой». Гүлмира жымиып қойды. «Ержан, сен сол кезде айтпаған сөзіңді бүгін айттың. Рахмет». «Мен де саған рахмет, кешіргенің үшін». «Кешіретін ештеңе жоқ. Біз ол кезде бала едік». Олар қоштасты. Бұл қоштасуда өкініштен гөрі тыныштық көп еді. Гүлмира машинаға отырды. Терезеден қол бұлғады. Ержан мектеп алдында ұзақ тұрды. Ол енді өткенге ренжімейтінін түсінді. Өткен күндер адамды ауыртпай, керісінше жылытып тұратын естелікке айналуы да мүмкін екен. Ержан ауылдан қайтарда мектеп ауласына соңғы рет кірді. Таң атып келе жатыр. Ауыл үстінен түтін көтеріліп, алыстан сиыр даусы естілді. Бәрі баяғыдай. Бірақ Ержанның жүрегі өзгерген еді. Ол ескі теректің түбіне тоқтады. Кезінде осы жерде айтылмаған сөз қалған. Енді сол сөздің салмағы жоқ. Өйткені өмір оған бір нәрсені үйретті. Адам кейде кешігіп жетсе де, шындық жүрекке бәрібір жол табады. Қалаға қайтып келген соң, Ержан балаларына ауыл мектебі туралы жиі айта бастады. Немерелері өскенде де сол әңгімені тыңдады. Ал Гүлмира хатты өзінің кітап сөресінде сақтады. Әр көрген сайын Қарабұлақ мектебін, Райхан апайды, жастық шағын еске алды. 80-ші жылдардағы ауыл мектебінің ұмытылған сыры қорқынышты құпия емес еді. Ол айтылмай қалған таза сезім, ұстаздың мейірімі және жоғалмаған жастық еді. Әңгіме ұнаса, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.